2023 жылдың қара күзінде Айару есімді бойжеткен поштадан бір ерекше хат алды. Үстінде маркасы да жоқ, кері мекенжай жазылмаған. Тек аты Айаруға, тек өзің аш деп жазылған. Ашып қараса, ішіндегі қағаз ескі, бүгіліп сарғайып кеткен. Жазуы дірілдеген, бірақ әр әрпі тікелей жүрекке қадалардай. Сәлем Айару, бұл хат сен үшін. Менің атым Данияр. Мүмкін есімімді де, түрімді де танымайсың. Бірақ мен сенің туған ағаңмын. Иә, сені кішкентай кезіңде айырылып қалған түрмеге түскен, бір түнде жоғалған бауырың. Сені сағындым. Бірақ бұл хат жай сағыныш емес, бұл хатта құпия жатыр. Сен мені ғана емес, өз шындығыңды да табуың керек. Бұл тек басы ғана. Айару селт ете түсті. Оның жалғыз өскені рас еді. Анасы Шынар апай ешқашан ағаң бар еді деп айтпаған. Әкесі өмірден ерте өтіп, екеуі ғана өмір сүрген. Бұл не мазақ? Әлде алдаусырату ма? Деп ойлады ол. Бірақ ішкі түйсігі бұл хатта шындық бар екенін сезді. Келесі күні Айару хаттағы толық мазмұнды оқыды. Данияр түрмеде отырғанын, бір үлкен істің құрбаны болғанын, бірақ кінәсі болмағанын айтыпты. Хатта біздің отбасыда бір адам сатқын болған. Ол мені сатып жіберді. Мен түрмеге түскен соң сені де біреулерден жасырып, бәрінен бөлектеп өсірген. Шындықты білгің келсе, нағашыңа бар. Оның қолында ескі кассета бар. Ол сені шындыққа апарады. Айару ауылдағы нағашысы Мейрамбек ағаға барды. Ол ұзақ үндемей отырды. Сосын күрсініп, мен бұл күнді бір күні келеді деп білдім, деді де ескі темір сандықтан шағын видеокассета шығарды. Мынау сенің ағаңның балалық шағы. Соңында бір ескі жазба бар, қара. Айару ауыл әкімшілігіндегі ескі видеопроектордан кассетаны көрсетті. Алдымен бала Даниярдың күліп ойнап жүрген видеосы. Кейін видеода бір түсініксіз дауыс. Қараңғы бөлмеде анасы. Бір белгісіз ер адам және жылап тұрған бала Данияр. Ер адам анасына айқайлап жатыр. Егер тісіңді шығарсаң, балаң жоқ болады. Екеуіңді де жоқ қыламыз. Түсіндің бе? Анасы, ол тек бала, не жазығы бар оның? Сол сәтте Айару селк етті. Бұл бейне шындықтың бастауы еді. Келесі хат 10 күннен соң келді, түрмеден. Бірақ бұл жолы қағаз ішіне ине мен тігін жібі тігіп жасырылыпты. Айару оны ашып оқи бастады. Апаң мен сені үшін сақтады. Ол сені қауіптен құтқару үшін бәрін жапты. Бірақ мен үнсіз қала алмаймын. Мен түрмеде отырсам да, өз арыммен өмір сүріп келемін. Егер сен шындықты білгің келсе, анамның үйіндегі көне шифонердің төменгі тартпасын қара. Онда бір күнделік бар. Айару үйге барып тартпаны ашты. Ішінен ескі терімен қапталған дәптер шықты. Анасының күнделігі. Күнделіктің әр беті жан сырына толы еді. Бүгін Даниярды алып кетті. Мен қарсы тұра алмадым. Ол мафияның адамы. Күйеуімнің қарыз үшін ұлымды құрбан етті. Мен үндемедім. Бірақ екінші баламды аман сақтағым келді. Аяруды бәрінен жасырып басқа жерде тәрбиелеуге бел будым. Айару бұл жазбаларды оқып, екі тізесі тірілдеп, жерге отыра кетті. Анасының үнсіз жүріп бәрін қалай көтергеніне сенгісі келмеді. Енді барлығы анық. Данияр кінәсіз, ол құрбан болған. Ал өзі сол құрбандықпен аман қалған жан. Сол сәттен бастап Айару ағасын ақтап алуға бел байлады. Адвокат жалдап, тергеу ісін қайта көтеруге тырысты. Бірнеше ескі куәгер табылды. Бірақ бәрі үнсіз, қорқады.
Себебі сол мафиялық топ әлі де белсенді еді. Сол күндердің бірінде үшінші хат келді. Көре алмасам да сенімен мақтанам. Сен менің үмітімсің. Қазір менің жүрегім тыныш. Шындықты біреу болса да айтып жатыр. Бірақ егер бәрі сәтсіз болса, кешір мені. Мен сені көрмей кетсем де, сені жақсы көрем. Бұл соңғы хатым болуы мүмкін. Айару хатты құшақтап жылады. Ол ағасын көрмей тұрып, айырылып қалам ба деп қорықты. Көп айлық күрестен соң, Даниярдың ісі қайта қаралып, шартты түрде бостандыққа шығарылады деген шешім шықты. Бірақ шартпен. Елден тыс жерде тұру, көпшілікке көрінбеу. Кездесу күні келгенде вокзалда Айару ұзақ күтті. Ақыры алыстан капюшон киіп келе жатқан бір кісі көрінді. Көздері дәл өзі сияқты. Екеуі үнсіз құшақтасты. Көздерден ғана сөйлесті. Сен менің арымсың, деді Данияр. Қазір біз бірге болмасақ та бір-бірімізді таптық. Айару қазір шындықпен өмір сүріп жатыр. Ағасын көру оны адам ретінде өзгертіп жіберді. Ол енді шындық үшін күресуді өмірлік ұстаным етті.